Ассалаумағалейкумдер, қайырлы кеш. Армысыздар. Сіздер енді біреулеріңіз қазір жарық кезде қарап отқан шығарсыздар, болмаса кеште қарап отырған шығарсыздар. Біз енді мына Ақтау Жаңаөзен трассада жолда келе жатырмыз, я. Жолда келе жатырмыз. Неден шығып кеттік? Маңғышлақтан, Ақтаудан, я. Жаңаөзенге қарай келе жатырмыз. Жетібайға қарай жақындап қалдық қазір. Я. Сіздерге енді бір блог болсын деп YouTube'қа салып жатқаным ғой. Я. Енді өзім де байқаймын, арасында осында видео түсірген кезде я деп айтып қоя береді екенмін. Соны бір тоқтатам деп өзіме тежеу салғым келіп жүр. Алдағы уақыттарда комментарий айтып, Ақтау Жаңаөзен қаласы екі ортадағы екі баласы 4 жолақты жол ғой, өздеріңіз білетіндей. Күнде жол жүріп жүрген кісілер 5-ке білет деп ойлаймын. Мынандай жүріп келе жатқан кезде қызылдар жанып тұр, байқап тұрсыздар ма? Бұл жаңа фар түсіп шағылысқан кезде жүргізушінің назарын жолды алыстан уже оған бағыт-бағдар беріп отырады деп ойлаймын. Өйткені енді бұны да инженерлер, оқыған адамдар жасады ғой, жай адамдар емес. Қазір сағат Астана уақытымен 4-тен жаңа ғана бір 15 минут өткен, енді осы кезде бір 20 кеткен болу керек 4-тен. Негізі Маңғыстаудан, Маңғышлақтан сағат Ақтаудан сағат жаңа 3:00-де шығып кеткенбіз, я деп тағы айтып қойдым ғой, кешірерсіздер. Сосын мына 4 жолақты жол, сол жақтағы жол, авгонмен тез жүріп отыратын жолаушыларға арналған. Мен жүріп келатқан жақтағы. Ал мына оң жақтағылар енді міне көлік көріп тұрған шығарсыздар, алыста кетіп жатқан. Ол мынау недегі жай жүретіндер ғой, енді мына жай жүрет. Сосын мынау сол жақтағы жүргізуші жағы, өз жағы авгон алып жүріп отыратын. Енді айта берсек сөз жүйелене береді дей ма? Мен де жаңағы хабар агенттігіндегі Амангелді Сейтқанов сияқты ауыз-аузыма жұқпай бірдеңені айтып, бірдеңеден бірдеңені құрастырып айтып жатыр. Мереке мына тілге жатып алған екен деп жүрерсіздер. Мына жүргізуші ағаларға ескертетініміз де мынандай артта авгон жасағаннан кейін дальнийін сөндіру керек та. Өйткені дальнийін сөндірмеген жағдайда мына салонның ішіне, машинаның, көліктің ішіне шағылысып жүргізушіні алаңдатады. Нарада енді Қарағия ойысынан көтеріліп келе жатырмыз. Неге қарай? Қарағия ойысынан Жетібайға қарай, жоғары қарай көтеріліп келе жатырмыз. Тағы не айтамыз енді? Айта берсек сөз көп. Осы мына жолды жасаған кісілерге алғысымызды айтамыз. Осыған қаражат бөлген жолды жасауға ол кісілерге де алғысымызды айтамыз. Бір үлкен кісілерден естігенім ғой, көпті көрген, көпті оққан кісілерден естігенім. Олар айтады ғой жаңағы, не дейді жаңағы, жол салған сауап болады, көпір салған сауап болады деп естіп атқаным енді. Сол сияқты осы жол жаңғыртып жақсылап жасаған кісілерге мыңда бір алғысымызды айтамыз. Жол үстінде жүрген кезде, жаңағы кеше бір келе жатқан кезде бір ағамызбен келгенбіз енді. Үлкен егде тартқан кісі ғой. 50-дің үстінде. Сонда айтып келе жатыр да, жол үстінде келе жатыр. Көліктер енді габаритін жақпаған артының. Мына түнгі мезгілдерде негізі габаритін жақып қойып жүрген жақсы деп жақсы енді. Ол өйткені әйтеуір жол қауіпсіздігін сақтап тұрады. Басқа біреуге кедергісін келтірмей, әйтеуір өзіне де жақсы, өзгеге де жақсы дегендей. Сондай, Жетібайға кірдік. Жетібайға кіріп келе жатыр міне. Шамалы қалды енді Жетібайға. Жетібайға келдік, Жетібай кентіне.
Жетібай. Дальнийді көтер. Жаңаөзен 64 километр қалды алдымызда. Енді біз жолаушы болып отырсақ та бар ғой көлікте. Сіздерге қызығын айта кетейін. Білмеймін, бір осылай жолды мен өзім қарап отырам, жүргізушіге көмектесіп, негізі қарап отырып, әңгіме айтып, түнде жүрген жол ұзақ болады ғой мысалы. Сондайлар ғой. Енді мына алдымызда Жаңаөзенге қарай кіріп келе жатырмыз. Жаңаөзен ана мостқа қарай. Мосттың үстінде шамдары көрініп тұрған шығар сіздерге. Міне мостның шамдары деп атқаным. Кешірерсіздер. Сағат қазір жобамен 3:51 болды. Батыстың уақытымен, Астана уақытымен 4:51. Сіздермен мен Мереке. Мына нені көпір түсіріп атып, шамдар жанып тұр екен, әдемі. Мынау Жаңаөзен қаласына да кіріп келдік, міне шамдары жарқырап алдымыздан. Бұл жерде жолдар Түркменстанға қарай бір бөлек кетеді екен, оң жаққа қарай да. Қазір біздер міне мостқа қарай мініп, Жаңаөзен қаласына тура кетеміз. Мына мосттың астынан бұлай сол жаққа қарай алып, Түркменстанға қарай жүріп кетеді екен да, қалаға соқпай. Объездной дорога дейді ғой орысша. Қазақша айналма жол деп айтады. Осы ара енді мына односторонний дейді ғой, односторонний бір жолақты жол, мына көпір бір жолақты алып құрастырылған. Не болса да, бірақ енді бұл жол маған қатты ұнады. Өйткені жаңа жол болғаннан кейін жолдың үсті деген теп-тегіс тақтайдай деп айтайын ба, енді қатты бір мақтап жүріп атқандығым жоқ, бірақ енді тақтайдың үстінде келатқандай боласың ғой. Тамаша енді, керемет. Мердігерлер жақсылап соққан жолды. Өте тамаша енді. Мердігерлер деп енді подрядчиктер ғой. Жақсылап соққан. Әрбір қаланың бір ерекшелігі болады ғой. Torboz verin, amaçla gidip batı aldınız. Ha? Ben sana gelip adamlayayım. Adamın aldığına tutup gelmez. Ассаламу алейкум деп басып. Мына жақта енді блогты жүргізуге таласып жатыр енді. Сәлем де беріп жатыр. Уағалейкум ассалам деп амандасып қоясыздар. Кірдік. Не дейді? Жол мұраты, жету, қыз мұраты, кету деп айтады ғой. Қазақтың андай әдемі мақалдары бар ғой. Сондай әйтеу қалаға кірдік. Қанша уақытта кірдік? Бір сағатта кірдік та. Шофер жігіт білет, телефонды қалтамды қарайын деп атыр. Түсіп кетті, қаяғына түсіп кеткен телефон. Бізде бағдаршам мынау қызыл жанып тұр, енді қазір көк жанған кезде жүреміз алдыға қарай. Қай жерде де қызыл жанса тоқтайды. Темір жолда да ана қызыл жанып тұрса тоқтайды. Кругом зеленый деп айтады поездға. Поездмен жүрген кездерде енді. Онымда машинист болған, помощник болған кісілер бәрі. Беске білет деп ойлаймын, ПТ дейді ғой, темір жолдың шаруаларын, ережелерін. Мынау Қазақстандағы Өзенмұнайгаз дегеннің мекемесі. Өзенмұнайгаз. Қазмұнайгаз деген сияқты Өзенмұнайгаз. Түнімен жасайтын магазиндер бар ма микрорайондарда?
Жаңаөзен қаласында. Өзі осындай видео түсіруге бір машықтанып, бір не қылып жүрмін да, бір кездер кейде бір түсірмей кетем, кейде түсірем. Арасында бір ютубқа салып қоям. Халау лилау бармысың деген сияқты. Қырғыздың ақыны бүйдеді, сүйдеді деп айтады, сол сияқты менде арасында бір шабытым келеді осындай видео түсіруге. Видеоны көріп отырсаңыздар, комментарий жазып, астына подписаться басып қойыңыздар. Өйткені подписаться басып қойсаңыздар, мен шабыт алып, әрі қарай видео түсіріп отырам. Сонда Бау-Бақша ауданына қарай кетіп баратыр. Енді қала бітті, бұл жерде автовокзал. Мына жерде қызыл жанып тұрған автовокзал. Әрі қарай дачаға барамыз. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Күндеріңіз, жақсы күндеріңіз көп болсын. Сіздермен мен Ешма Мереке. Подписаться басуды ұмытпаңыздар. Өйткені мен сіздер арқылы шабыт алып отырамын алдағы уақыттарда.